Қазіргі таңда құлақтағы құлықты тазалауды көптеген адамның әдетке айналдырғаны көптеп кездеседі. Ал енді құлақты тазалау дұрыс па деген сұраққа жауап беретін болсақ, дүкендерде сатылатын мақта таяқшаларын адамдар арнайы құлақ тазалауға ғана арналған деп қатты қателеседі. Себебі мақта таяқшалары құлақ тазалауға ғана емес, сонымен қатар макияжды жөндегенде, зеленка сияқты дәрілерді жаққанда, тағы басқа медицинада да кеңінен қолданылатындықтан да шығарылады. Лор дәрігерлерінің айтуынша, құлақтан қоймалжың сұйық күйде болатын құлық бөлінеді. Құлық ол қоқыс емес, керісінше құлақты бактериялардан, түрлі сүңгілерден, жәндіктердің құлақ ішіне кіріп кетуінен, микроорганизмдер мен грибоктардан қорғау үшін түзілетін табиғи зат болып табылады. Құлықты құлақтың ішінде орналасқан арнайы бездер бөледі, яғни құлықтың бөлінуі табиғи процесс. Осылайша, біз құлағымызды құлықтан тазалау арқылы оны әртүрлі бактериялар мен грибоктарға жол ашатынымызды көп адамдар біле бермейді. Құлақты мақта таяқшаларымен тазалаудың екінші қауіптілігі ол құлақтағы құлықты керісінше ары қарай итеріп тастау қаупінде. Көп адамдар құлықты көрмей әйтеуір мақта таяқшаларын құлаққа қарай тығуға асығады. Құлықты осылайша құлақ барабанына итеріп тастағаннан, ол құлық сол жердегі ылғалмен ісініп, құлақ барабанын жауып тастауға әкеледі. Кейбір адамдар осындай жағдайдың салдарынан дұрыс естімей қалып жатады. Құлақты мақта таяқшаларымен тазалаудың келесі қауіптілігі ол мақта таяқшаларын терең кіргізіп, құлақ барабанын тесіп жіберу қаупінде. Бұндай жағдайда адамның құлағына айтарлықтай зиян тигізіліп, мүлдем естімей қалуы әбден мүмкін. Сондықтан құлақты мақта таяқшаларымен тазалаудың еш қажеті жоқ. Себебі құлақ пен жақ бір-бірімен тығыз байланысты. Осылайша, біз сөйлегенде, тамақ ішкенде, түшкіргенде, тағы да басқа осындай іс-әрекеттерде пайда болған артық құлықтар өздігінен сыртқа қарай шығып отырады. Құлақты шомылғанда, бас жуғанда, сабын сумен құлақтың сыртқы бөлігін және құлақтың кіреберісін саусағыңызбен жуып қойсаңыз жеткілікті. Сонда да құлағыңызды тазалауды жөн санасаңыз, онда арнайы шектегіші бар мақта таяқшаларын пайдалансаңыз болады. Оның шектегіші құлағыңызға ары қарай терең кіруге жол бермейді. Кей жағдайда кейбір ересек адамдардың және балалардың құлағынан көп көлемде құлық ағып, құлақтың сыртына дейін шығып жатады. Немесе қатты құлық болып қатып, құлақты бітеп тастайтын жағдайларда кездеседі. Мұндай жағдайда үй жағдайында қандай да бір іс-әрекетке барып, өз бетіңізше емдеген қауіпті. Сондықтан, мұндай жағдайда арнайы лор дәрігеріне барған дұрыс. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеоның сілтемесімен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.